Құрметті оқушылар, ал енді келесі кезекте 23-ші сабақтың А тобына қатысты бірнеше есептерді мысал ретінде қарастыратын боламыз. Ең алдымен 23-те бірінші жаттығудан бастайық. Бұл жерде мынандай бір функцияның формулалары берілген, және осы функцияның графиктері қалай орналасатынын табуымыз қажет. Ол үшін ең алдымен сабақта түсіндіру барысында айтып кеткенбіз, сызықты функцияның жалпы түрінің формуласын есімізге түсірейік. Ол әрине y тең kx қосылған b түрінде болатын. Яғни мұндағы k деп отырғанымыз x-тің коэффициенті. b дегеніміз кез келген тұрақты сан болар. Ал осыған байланысты функцияның графиктерін қалай орналасуына түсіндіріп кеткен болатынбыз. Егер де бірінші есептің екі функциясына қарайтын болсақ, бұл жерде k-ның мәндері бірдей. Яғни екі жағдайда k 2-ге тең. x-тің коэффициенттері бірдей болып тұр, ал b-ның мәндері әртүрлі болып отыр. Егер де x-тің коэффициенттері тең және b-ның мәндері әртүрлі болатын болса, онда бұл функциялардың графиктері өзара параллель орналасады. Яғни x-тің коэффициенттері 1, b-ның мәндері әртүрлі болған кезде функциялары параллель орналасады. Демек мынаның қасына жазып қоямыз параллель деп. Ал енді екінші есептегі функциялардың мәніне мән беретін болсақ, бұл жерде де k-ның мәндері бірдей және b-ның да мәндері бірдей болып отыр. Егер k-ның мәндері де b-ның мәндері де бірдей болатын болса, онда мұндай функциялардың графиктері өзара беттеседі. Ал енді ең соңғы, мысалы төртінші есепке қарайық. Бұл жерде x-ің алдындағы коэффициенті біреуінде плюс 4, екіншісінде минус 4. Яғни коэффициенттері әртүрлі. Және b-ның мәндері де әртүрлі болып отыр. Демек x-тің коэффициенттері әртүрлі болатын болса, біз онда айта аламыз, бұл функциялардың графиктері өзара қиылысады. Неке осылайша үш түрлі жағдайды қарастырдық. Егер k-ның мәндері бірдей болып, b-ның мәндері әртүрлі болса, онда параллель болады екен. k-ның да b-ның да мәндері бірдей болатын болса, онда олардың графиктері беттеседі. Ал егер x-тің коэффициенті, яғни k-ның мәні әртүрлі болатын болса, онда қиылысады екен. Ал 22-де үшінші жаттығуда бізде функцияның формуласы берілген y тең 2x минус 7-ге деген. Енді ең алдымен осы функцияның графигіне параллель болатын функцияның формуласын жазуымыз қажет. Бірінші шартымыз параллель болатын функцияның формуласын жазайық. Бұл формулаға графигі параллель болатын функцияның формуласын жазу үшін жаңағы айтқан нәрсемізді еске түсірейік. Ол үшін k-ның мәндері, яғни x-тің коэффициенті бірдей болу қажет. Мына жерде x-тің коэффициенті 2-ге тең, демек біз x-тің коэффициенті 2 болатынын жазып аламыз бұл жерге де. Және b-ның мәндері әртүрлі болу керек. Мына жерде b-ның мәні минус 7-ге тең. Мен b-ның мәніне кез келген санды қоя аламын. Мысалы үшін плюс 1-ді қояйын. Неке осы функциямыздың графигі жоғарыдағы функцияның графигімен параллель болады. Ал енді келесі графигімен қиылысатын функцияның формуласын жазайық. Жоғарыдағы мына бір функциямыздың графигімен қиылысатын функцияның формуласын жазайық. Ол кезде әрине x-тің коэффициенттері әртүрлі болса жеткілікті еді. Мұнда x-тің коэффициенті 2-ге тең, мысалы мен x-тің коэффициентін 1-ге тең деп жазып алайын. Яғни x-тің өзін ғана жазамын. Ол кезде x-тің коэффициенті 1-ге тең болады. Ал 1-ның орнына кез келген санды жазып аламын. Мысалы минус 7-ның өзін қайтып жазуға болады. Бірақ мен мына жерде мысалы минус 3 деп жазайын. Неке осы функцияның графигі жоғарыдағы функцияның графигімен қиылысады. Ал енді үшінші тапсырмамыз бұл функцияның графигімен беттесетін функцияның формуласын жазуымыз қажет. Яғни онымен беттесетін функцияның формуласын жазу үшін осы берілген функцияның формуласын қайтып жазсақ жеткілікті. Ол үшін x-тің коэффициенттері де b-ның мәндері де бірдей болу қажет еді. Неке бұл функцияның графигімен жоғарыдағы функцияның графигі беттеседі. Біріншісі параллель, екіншісі қиылысатын және үшіншісі беттесетін функциялардың формулаларын жазып алдық. Ал енді ең соңғы мысалымыз бізде y тең минус 6x қосылған 1 және y тең 5x қосылған 9 деген функцияның формулалары берілген. Енді осы функция графиктерінің қиылысу нүктесінің координаталарын табуымыз қажет. Бұны әрине сызып та табуға болады, бірақ функцияның графиктерін сызбай-ақ қиылысу нүктесінің координаталарын табуды мен сіздерге қазір түсіндіремін. Оны табу үшін әрине бұлар қиылысу үшін x-тің да бірдей мәндерінде y-ға да бірдей мәнге ие болу керек. Ол үшін y-тарды бір-біріне теңестірсек жеткілікті. Яғни y-тің формуласы бірінші мынаған тең, екіншісі мынаған тең жазылып қойылған. Енді осы y-тарды бір-біріне теңестіріп x-ті тауып алуға болады.
Демек, минус 6х қосылған 1. Бірінші функцияның формасын жазып алдық. Тең болады екінші функцияның формасына. 5х қосылған 9-ға. 5х мына жаққа өткізейік минус таңбамен. Сонда минус 11х болады. Минус 6х минус 5х дегеніміз. Тең. Бірді мына жаққа минус таңбамен өткізетін болсақ, онда 8 болады. Х деп отырғанымыз тең болады. Минус 11-ден 8-ге. Демек, х тең минус 11-ден 8-ге мәнінде бұл функциялар қиылысады. Ал енді y-тің координатасын табайық. Y-тің координатасын табу үшін минус 11-ден 8-ді кез келген формуламызға қоюға болады. Мысалы үшін бірінші формулаға қойып көрейік. Сонда y тең минус 6 көбейтілген минус 11-ден 8 қосылған 1. Минус пен минус көбейтіліп плюсқа айналып кетеді. 6-ны 8-ге көбейтетін болсақ, онда 48 болады. Сонда 11-ден 48 қосылған 1 деген өрнегіміз шығады. Бұны қосатын болсақ, онда 11-ден 59 шығады. X-тің мәнін екінші теңдеуге қойсақ та, тура осы жауапты біз қайталап аламыз. Егер мұны араластан түрінде жазатын болсақ, 5,11-ден 4 деп жазуға болады. Мінекей, бұны табу үшін ең алдымен біз y-тарды бір-біріне теңестіріп, теңдеу түрінде жазып алдық. Және ол теңдеуді шешкен кезде біз x-тің координатасын тауып алдық. Сосын кез келген теңдеудің орнына x-тің мәнін қоятын болсақ, y-тің мәні де шықты. Демек, бізде бұл екі функциямыздың графиктері, мысалы қандай да бір нүктені белгілей алайық. Мысалы нүктемізді А нүктесі деп алайық. X-тің координатасы минус 11-де 8, ал y-тің координатасы 5,11-де 4 болған кезде қиылысады екен. Мінекей осылайша А тобына қарастыратын мысалдарымыз аяқталды, ал қалған есептерді осы мысалдардың негізінде шығара аласыздар.